Қазақстан әлемді азық-түлікпен қамтамасыз етуге қауқары бар. Шетел инвесторлары кеңесіне қатысушылар осылай деді. Жиында елді сондай-ақ дәрежеге жеткізу үшін көптеген бағдарламалардың орындалу қажеттілігі айтылды. Дегенмен форумға делегаттар құр қол келмеген. Олар ауыл шаруашылық секторын дамытуға бағытталған жобаларын ұсынды. Эльвира Тағайқызы жалғастырады. Бас қосуға келген шетелдік инвесторлар бір-бірімен осылайша бауырдай амандасуда. Себебі қазақ жерінде бұл олардың алғашқы кездесуі емес. Яғни барлығы елдегі ауыл шаруашылық саласының жағдайы мен инвесторларға жасалған мүмкіншіліктен хабардар. Сондықтан уақыт күттірмей келіссөздер жүргізе бастағаны да сол. Соңғы жылдары Қазақстан сенімді серіктес ретінде танылды. Бүгін елдеріңіз посткеңестік кеңістіктегі инвестициялық ахуалы ыңғайлы мемлекет болып отыр. Әсіресе қазір ауыл шаруашылық саласы қаражат салуға тиімді. Менің білуімше, тағам бойынша трансұлттық компаниялардың көбісі осы елмен жұмыс істегісі келеді. Менің пікірімше, мұндай форматтағы кеңес маңызды. Инвесторлар мен шенеуніктердің басын бір арнаға тоғыстырып, идея алмасу қажетті дер едім. Бұл өз кезегінде бірлесе атқаратын жұмыстың жандануына көмегі көп. Жерімізді игеріп, төлімізді көбейтуге қызығушылық танытқан шетелдік инвесторлар бүгін осы бағытта 15 ірі жобасын ұсынды. Диқандардың өнім сапасын арттырып, оны сақтауға арналған бағдарлама да бар ішінде. Жалпы елімізде инвестиция салуға жақсы мүмкіндіктер көп дейді делегаттар. Оған қоса бүгін елбасы бұған дейінгі инвесторларға арналған жеңілдіктер агроөнеркәсіптік секторға да таралатынын баса айтты. Біз үшін Қазақстандағы агроөнеркәсіптің дамуына ықпал жасау үлкен мәртебе. Бұл елде игерілмей қалған егістік орындардың көп екенін естігенмін. Ол үшін көптеген жобалар бар. Заманауи техника мен сапалы мамандардың күшімен біраз жұмыстарды атқаруға болады. Жалпымен Қазақстанды болашақта әлемді азық-түлікпен қамтамасыз ететін қауқарлы ел ретінде көремін. Кеңеске қатысушылардың айтуынша, соңғы 5 жылда елімізге жыл сайын 20 миллиард ақш доллары инвестиция тартылды. Бұл көрсеткіш Қазақстан экономикасының тұрақтылығын көрсетеді. Барымызды көрсету үшін бүгін мынадай көрме ұйымдастырылған екен. Қонақтарға ұннан пісірілген нанымызды, Қызылордадан келген күрішімізді және мынадай дәмі тіл үйіретін апортымыз ұнапты. Олардың бұлай тамсануы жай емес. Бұл дегеніміз алда дәл осы өнімдердің әлемдік нарыққа шығарылуы әбден мүмкін. Эльвира Тағайқызы, Жәнібек Дәулетбек, Астана.